Баршаңызға сәлем. Мен де іштен тынып шаршадым. Өз өмірім туралы сіздерге баяндап бергім келеді. Күйеуім сырттан екінші отбасы құрып алыпты. Жолдасы маған үйленбей тұрып бір әйелмен қатынаста болыпты. Кейін маған үйленген соң 2 жылдан кейін екеуі қайта табысыпты. Екінші неке сияқты ақша беріп, сөйлесіп, жақын қарым-қатынаста болыпты. Оны осы екінші баламды босанғанда 8 жылдан соң білдім. Күйеуімнің телефонында ақша жібермедің ғой деп жазған. Оқып қойып Каспий народный бәрін ашып қарасам, 8 мартқа қонаққа барам десе әйтеуір жібере берген. 25 мың, 5 мың, 30 мыңдап. Енді не істеймін? Екі жақтың әке-шешесі жар жылап отыр. Ортада бала бар, отбасын сақтап қалыңдар дейді. Бірақ мен өзімді таптаған, адалдығымды бағаламаған адаммен ары қарай тұрғым келмейді. Қандай ақыл кеңес бересіздер? Жұмысыма барып келіп тірі өлік құсап жүрмін. Өзім жаспын, 30-да, ал ол әйел 45-те. Өмір болған соң көре береді екенсің. Қазір аузыма сөз келмей жазып отырмын. Іште жеп жатырмын, қайран кеткен уақытым, аңқаулығым. Өте көнгіш әйел болыппын. Бәрін ойлап саралап келіп отырсам, ажырассам әрі қарай өмір бітіп кетердей болып отыр. Айтар сырласым, досым жоқ. Жалғыз жортқан адаммын. Балаларым кіші. Әкесіз өсеме деп тағы да ойлаймын. Кешке кетіп қалатын жұмыстарым бар. Қалаға барамын, май ауыстырамын дейтін. Ойыма жаман ойлар келмепті. Ол менің аңқаулығымды пайдаланғанын түсіндім. Енді міне соңғы 10 жылдық өмірім құдды бір өтірік сияқты көрінеді. Өтінем сіздерден, қастарыңызда жүрген әйелдеріңізді бағаласаңыздар. Ары қарай не істейтінімді де білмеймін. Сіздерден ақыл кеңес керек. Мен өзімді жоғалтып алғандаймын. Баршаларыңызға рахмет. Сіздердің жазған комментарийлеріңізді оқитын боламын.